Сәлем достар, Мейрам асханасына қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай қытырлақ қамырдан самса жасайтын боламыз. Керекті заттарды және оның мөлшерін мен астына описаниеға жазып өтемін. Ең бірінші шұңғыл таза ыдысқа осындай ұнымызды салып алып, үстіне жұмыртқаны, салқын суымызды, тұзымызды қосып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды 10 минуттай жауып қоямыз. Енді фаршымызға осындай бір пиязымызды өте ұсақтап тураймыз да, оны фаршымызға салып, үстіне бұрышымызды, тұзымызды әркімнің өзінің қалауынша қосып, араластырамыз. Мен үстіне 50 грамдай мұздай су құйдым. Фаршымыз жақсы дәмді шығады. Енді қамырымызды аламыз да, өстіп 3 бөлікке бөліп, иін қандырып, тағы да бір 10 минутқа жауып қоямыз. Қамырымызды 10 минуттан аламыз да, бірден өстіп жазамыз. Қамырымыз жазып алғаннан кейін сары майымызды ертіп аламыз. Әрбір жайылған жайманың үстіне сары майымызды жағып отырып, өстіп бірінің үстіне бірін қойып, қамырымызды дайындап алғаннан кейін сары майды жағып, енді осыдан рулет қылып ораймыз. Арасында ауа қалмауы керек, қысып орап алыңыздар. Енді осы дайын қамырымызды салафан мешочкқа салып, тоңазытқышта 20-30 минутқа қойып аламыз. Енді осы қамырымызды бір келкі етіп осылай кесеміз. Егер де сіздер бір келкі етіп кесе алмаймын десеңіздер, таразыға салып 30-40 грамнан 1 грамм қып кесіп аласыздар. Енді міне осылайынан кесілген қамырымыздың бір жақ шетін ашамыз да, оны бетіне жауып, ұнға басып аламыз да, қамырымызды жаямыз. Міне қамырымызды көрсеңіздер болады, мына жағында міне қатпарлы болып шығады. Қамырымыздың екінші жағына өстіп дайын фаршымызды салып, осылайынан үшбұрыштап самса жасаймыз. Міне тағы да біреуін көрсетіп өтейін. Қамырымыздың шетінен аламыз да, бетіне жауып, өстіп қамырымызды жаямыз. Қатпарлы жағы астында қалу керек. Міне, енді осы жерге біз фаршымызды салып, үшбұрыштап самса жасаймыз. Самсамызды тек қана бір бұрышынан ғана қысамыз. Міне аударып осылайынан қоямыз. Духовканың листісіне пергамент бумагасын жайып, оның үстіне самсаларымызды жинаймыз. Әрбір самсаның бетіне жұмыртқаның сарысын жаға отырып, үстіне кунжут немесе мак сеуіп, духовкада 180 градуста қызарғанша пісіріп аласыздар. Міне біздің самсамыз өте керемет шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Астындағы подписканы басып, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.